Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін өте оңай кез келген баланың ұнатып жейтін тағамы, яғни фри жасаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Картоптарымызды бірінші ұзыншалап турап аламыз. Яғни осылай соломкалап тураймыз. Картошкаларымызды осылай ұзыншалап турап алдық. Яғни фриға енді кішігірім үйде чипс ретінде де пісіруге болады. Осылай сәбіз ашығышпен осылай чипсы сияқты қылып жасаймыз. Мінекей дәл осылай жұқалап картоптарымызды турап аламыз. Картоптарымызды осылай екі түрлі қылып турап алдық. Тураған картоптарымызды енді бір ыдысымызға салып, салқын суға жақсылап жуып аламыз. Кішкене картоптың крахмалы кету керек. Картоптың крахмалы қаншалықты кетсе, соншалықты ол хрустящий қытырлақ болып шығады. Барынша 3-4 мәрте жууға тырысыңыздар. Салқын суға салып жуып жатырмыз. Осылай 3-4 қайтара жуасыздар. Мінекей суды байқасаңыздар, мутный болып жатыр. Картоптың крахмалы шығып жатыр. Дәл осылай жуып аласыздар. Картоптарымызды жақсылап жуып алдық. Осылай сүлгінің үстіне жайып қоямыз 5-10 минуттай. Суы сырғу керек. Суы сырғып болғаннан кейін қызып тұрған майымызға жақсылап қуырып аламыз. Майымыз қызып қалды. Қызып тұрған майымызға картоптарымызды салып пісіріп аламыз. Картопты аздан саламыз. Көп салсақ, картоптар бір-біріне жабысып, қытырлақ болмай қалады. Сол үшін аздан салып отырып пісіреміз. Чипсы тәріздес картоптарымызды дәл осылай қап-қызыл пісіріп аламыз. Чипсіміз дайын болып шықты. Өте әдемі болып шыққан. Бетіне кішкене тұз бен паприка септім. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген дәмдеуіштер қосуға болады. Дәл дүкенінде болып шыққан чипсы мінекей қытырлап. Фрейіміз да керемет. Фастфуд центрдегі фридан еш айырмашылығы жоқ. Сіздерде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Себебі кез келген баланың ұнататын тағамы өте жылдам дайын болады. Көп уақытыңызды алмайтын керемет тіске басар. Яғни бұл тағамға тоймайсың. Кішкене жаңа фастфудтардың қасына қосып беруге, жүре жалғау ретінде беруге болады. Ал енді дастарханымызға ұсынамыз. Дәмі деген керемет болған. Дәмін көрейік. Дәмі деген күшті шығыпты. Сіздер де жасап беріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видеом ұнап жатса, лайк басып, жанында комментарий жазыңыздар.